Отан дегеніміз не? Әуелгі сөзімізді осыдан бастайық. Құс екіш құстың өзі ұясыз болмайды. Сол демекші, адам баласында туған жерсіз елестету мүмкін емес. Өйткені, әрбір адамның туған жері, өлкесі бар. Яғни кісінің дүниеге келіп, сол жердің топырағына аунап, қунап өскен жерін отан деп айтады. Сондай-ақ, ондағы халықпен бірге тұрмыс кешіп, туған жері үшін жан беретін мекенді айтады. Өз алдына шекарасы, ел басқарар патшасы, құқықтық заңдары, тілі, діні, салт дәстүрі бар тәуелсіз мемлекетті отан десек, онда татулықта тіршілік кешіп жатқан халық бір-бірін отандас деп құрмет көрсетуі қандай тамаша. Жалпы отандасып тіршілік ету сонау алғаш адам ата кезеңінен басталады десек артық емес болар.